Миллиондаған жылдар бұрын құдайлардың бірі Шинок басқаларын сатып кетіп жер патшалығын басып алады. Рейден және үлкен құдайлар күш біріктіріп Шинокты жеңіп, оны тозаққа қамап тастады. Шиноктың жер патшалығына шабуыл жасау деген ұғымы аяқсыз қалмады. Оны жалғастырған сыртқы әлемнің патшасы Шао Кан. Жер патшалығын қорғап, мүмкіндіктерді теңестіру үшін Рейден үлкен құдайлармен жүздесіп, қанды шайқас жарысын ойлап шығарды. Үлкен құдайлардың қойған талаптарына Шао Кан көптеген уақыт бойы қарсы шықпады. Шайқас алаңға ауысты. Оның ең мықты жауынгерлері Рейденнің ең үздік қорғаушылармен қанды шайқас жарысында күш сынасты. 2 жыл бұрын біз оны жеңген едік. Бірақ Шао Кан жеңілісін мойындамады. Ол қанды шайқас ережесін бұзып, жер патшалығына шабуыл жасады. Біздің достарымыз әрі жер қорғаушыларының көп бөлігі қаза тапты, және олар әзәзіл әскеріне айналды. Осының бәріне қарамастан, біз Шао Канды тоқтаттық. Жасаған заңсыз әрекеті үшін үлкен құдайлар оның көзін құртты. Осымен болды, қиындықтың бәрі артта қалды деп ойлаған едік. Бірақ шындығына келгенде бәрінің артына Шинок тұрған екен. Шао Канның шабуылы, оның өлімі. Бұның бәрі оның жоспарының бірі еді. Оның бар қалағаны тозақтан қашып, үлкен құдайлармен соғысты жалғастыру. Алға бағыт ақырын қонарсың, мен үшін әрине. Негізі әрдайым дұрыс қондырамын, әрдайым емес, бірнеше рет деп айтқаның дұрыс. Майор? Сонымен барлықтарға нүкте белгілі, орманның алыс бұрышы. Сол жақтан Рейденнің көктегі шіркеуіне өткел ашамыз. Ол жақта бізді зұлым құдай мен оның жексұрын әзәзілдері күтіп отыр. Құдайлар, өткел, ұшатын құбыжықтар, көзі көрмейтін, бірақ сиқырлы қылыш жасайтындар да бар. Егер Шинокты Рейденнің шіркеуінен қуып шықпасақ, қызықтың көкесін сонда көресіңдер. Жер патшалығының тіршілік көзі Зейнцейді алуға ол ұмтылып жатыр. Олай болуына жол бермеуіміз керек. Майордың рұқсатымен біз кенше екеуміз сендерге қосыламыз. Шинокты өзің сүйек сасқан тозағына қуып тығуға біз қуана көмектесеміз. Ондағы затқа ие бол. Yeah.
маған жақын. Ол күнді сен көре алмауың да мүмкін, білесің бе? Жаныңа будильник қойып кетейін. Соня, шық ол жерден. Сен шығаратын мұздар осы маған жақпайды. Біздің жағымызда болған кезің маған көбірек ұнайды. Хәлің қалай? Сарбаздарға қарағанда біздің жолымыз болды. Олардың төгілген қандары үшін Шиноги әлі жауап береді. Рейден, төмендегі өткелдің қорғанысын күшейтуіміз керек. Жоқ, Фуджин, енді тым кеш. Жер патшалығының құдіретті құдайлары. Сен бұл қасиетті жерді қорлап тұрсың, Quan Chi. Кет бұл жерден. Достарыңмен қауышқаныңа, қуанарыңа сенімдімін. Сен олардың өлуіне жол бердің, ал оларды өмірге мен қайтардым. Бұндай өмірден өлім жақсырақ. Ондай өмір сені де күтеді. Әміршімнің өзі сенің қиналғаныңды бақылайды. Демек, ол жұмысын аяқтады ма? Меніңше ол көп ұзамай келеді. Джакс. Nightwolf. Әне. Smoke. Smoke өлген. Мен Эненра.
Бұл сенің соңғы тапсырмаң, Соня. Нағыз Джакс өзінің жақын досына қол көтерген емес. Джонни Кейдж, мен сені қуана-қуана өлтірем. Ертелі кеш біз сені қалпыңа келтіреміз. Енді оларды тағда көргеніме қуаныштымын. Соня, бұл ол емес. Майор Блейд, сержант, не болып қалды? Бұл әлгі... нағыз бізге керек. Сент оның бойында ата-бабам бар, олар маған жол көрсетеді. Олар сәл-сәл жылдамдатса дұрыс болар еді. Жоғарылаймыз ба? Шегінеміз. Дәл қазір. Алға! Сендер осында қалып, қақпаны жабыңдар. Сен қазір көресің, Рейден. Бұл саған тиесілі мұра. Сен олардың жүректерін үміт уымен толтырасың. Ал сен не ұсынасың? Сен де мыңдаған жылдар бұрын үлкен құдайларды сатып, жер патшалығына шабуыл жасағансың. Ол кезде біз сені жеңіп, тозаққа қуып тыққанбыз. Бүгін де соны жасаймыз. Егер жарық ұзын болса, көлеңкеде соншалықты үлкен болады. Өмірдің заңы өлім, Рейден. Менің жақтастарым оны басынан өткерді, және өмірге қайта келді. Енді мен үшін олар шайқасады. Сен Зинсейге қол жеткізе алмайсың. Жеткізгенде қандай? Және жер патшалығы тұтастай өлімнің дәмін тататын болады. Ассалаумағалейкум ағайындар, дәл уақытында келдік ау деймін. Жексұрын оңбаған неме? Бұлай жасауға сенің
қалай ғана дәтің барады. Ол маған тиесілі. Дайынсың ба? Әрине. Ол маған алғашқы болып қосылады. Жоқ! Маған қазір не болғандығын өзімде түсінбей тұрмын. Бірақ мен бір нәрсені жақсы білем. Оған залал келтірем деп ойлаушы да болма. Егер сені үлкен құдай санаса, мен кім болдым сонда? Джонни Кейдж, тұмар! Жоқ! Өз үйіңдегідей сезін қақпас. Соня. Джонни. Біз оны қолға түсірдік. Осында біраз болыңдар. Соня Блейд жарақатынан бұл жерде тез айығады. Куан Чи және басқалары, олар жоқ. Бұл жерге кіргеннен кейін бір ерекше қуат көзін сезіндім. Куан Чиді кейінірек ұстаймыз, Кенжи. Бүгін біз күтпеген жүлдеге қол жеткіздік. Шиноктың тұмары, ішінде өзі де бар. Кәрі қақпастың нағыз өзі де. Тұмарды үлкен құдайларға берейік. Бұны жою олардың қолынан келмейді. Бұл мүмкін емес. Олар бізге кеңес бере алады. Шиноктың шығуына жол бермеу керек. Шайқас әлі біткен жоқ. Куан Чи қашып кетті. Сен неменеге мәссің? Ол маған Джонни деп айтты. Сосын маған Рейден айтқан еді. Мен жер орта теңізі әскери сектасының ұрпағымын. Құдайлардың жауынгері болып өсіппін. Сол бір жарқын шақтарымды еш қайтара алмадым. Рейденнің ойынша, егер мен өзім сүйген адамның өміріне қатер төнгенін білсем. Ал сен не дейсің, Кейси? Сен осындай нәрсе айта алар ма едің? Әлде далаға қарап отырасың ба? Қойсаншы, Дзин. Біз Дарфурда ыржыңдамай сөйлесетінбіз. Иранда, тіпті Қазақстанда солай ғой, Жеки. Тауып айттың. Шаолин монахтары сені ол жаққа жібермеген бе? Мен саған алдында айттым емес пе? Такеда да айтқан. Сендердің спецбәлелеріңнің тынышталыңдар. Барлықтарың осы жерге лайық болған соң отырсыңдар. Сендер ақ ұлпақ қардай қайталанбас тұлғасыңдар. Сонымен, мен ешқандай жиналып тұрған сыйлықтарды көріп тұрғам жоқ. Демек сендер білмейсіңдер. Бұл команданың құрылғанына 6 апта болды. Және хатшы Блейк біздің нәтижелерімізге дән риза. Оның бетіне қақырып тұрып түкірсе де, сендердің істеріңе дән ризамын деп жүре береді. Команда құру керек деген шешімді қабылдағанның өзін айтсаңшы. Ширайрюдің менің таңдағанына қуаныштымын. Жаңа орын, жаңа орта. Хатшының айтқандай, біз қартайдық. Ертелі кеш жұмыстан кетеміз. Міне осы себепті жолымызды сендерге береміз. Шаолин, спецназдар, тіпті Ширайрюға. Сендерге берілетін алғашқы тапсырма Лин Куэй шіркеуіне жетулерің керек.
Ұлы шебермен жолықпағалы өте көп уақыт болды. Сендер онымен көрісіп, егер сыртқы әлем бізге шабуыл жасаса, бізді қорғай ала ма, жоқ па, соны біліп қайтыңдар. Сендер оны осында алып келулерің керек. Бірақ Саб-Зиро бірлестіктен бас тартты деп құрбол келіп тұрмаңдар. Сыртқы әлем туралы уайымдаудың не қажеті бар? Котолкан бейбітшілікті құрметтейді деп ойласам, құрметтейді. Бірақ қазір оларда көтеріліс болып жатыр. Егер басқыншылар жеңетін болса, бейбітшілік аяқталады.